аяқ киім, түркілер өкшелі аяқ киімді ерте мінетіндіктен, сондықтан өкшелі аяқ киім деген. Осы алтыншыдан сол патшайымның жаңағы мода әлемі дейді, сол мода әлеміне былғар аяқ киіммен өкшелі енгізген осы алтыншыдан болады. Сондықтан бұл кісі 20 жылдай уақыт сол кісінің 25 жас шамасында барған, сол Лондонға 20 жылдай сол жерде өмір сүрген, жаңағы Елизаветаның жанында адал еңбек еткені үшін өзінің білген түйгенін соларға көрсетіп, олардың сән әлемін дамытқан үшін Елизавета бұған осындай бұйрық шығарады екен. Бұл кісіні мен өзімнің кіндік балам деп тағайындаймын деп, осындай шетелдік өзінің бұйрығын шығарып, бұл қазір белгілі бір мұражайлардың ішінде кәдімгідей шынының астында сақталып тұр. Сонда ойлаңыздар, түркілерді сол заманда 560 жылдары шетелдің өзі мойындаған. Жаңағы сән әлемінде болсын, жалпы адами құндылықтарынан болсын, түркілер әлдеқайда алда. Енді бүгін сіздерге көрсетіп отырған